Sәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызда біз factorial numbers немесе факторлық сандарды есептейтін бір код жазамыз. Factorial numbers'ты білмейтін оқушылар үшін кішкене түсіндіріп кетейін. Бұл 5 мысалы 5 леп белгісімен көрсетіледі. Мысалы 5 леп белгісімен көрсетіледі. Бұл 5 леп белгісі не мағынаға келеді? Бұл 5 көбейту 4 көбейту 3 деген көбейту 2 көбейту және 1 деген мағынаға келеді. Яғни сіз 5-тен бастап 1-ге дейін барлық сандардың көбейтуін беруіңіз керек. Мысалы 5-ің леп белгісі. 6 болған кезде оқушылар біз 6 көбейту 5 деп бастаймыз. 6 көбейту 5 көбейту 4 көбейту 3 көбейту 2 дегенде санмен бастаймыз. Жалпы деген factorial numbers сол мағынаға келеді. Осы есепте шығаруға factorial numbers, яғни осы санға факторлық сан деп айтылады. Бұл жерде бізде деген сұрақты берген кезде ешбір түсініктеме жасамаған, соң үшін мен деген факторлық санды түсіндіріп өттім. Натурал n сан берілген, 1 көбейту 2 көбейту n-ге дейін барлық сандардың көбейту нәтижесін есептеңдер дейді. Енді сұрақты түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Бірінші тестімізде 3 берілген. 3-дің факторы қандай болады? 3 деп белгісі тең 3 көбейту 2 көбейту 1 болады. Бұл да қаншаға тең? 6-ға тең. Ondan кейін мысалы екіншісінде не берілген? Екінші тест оқушылар 6 берілген. 6 берілген кезде оқушылар мынандай болады. Бұл жерге 6 деп қойсақ, 6 көбейту 5 көбейту 4 көбейту 3 болады. Бұл жерде 6 көбейту 5 30, 30-ға 4-ті көбейтсек 120, 123-ті көбейтсек 360, 2-ні көбейтсек 720 болады. Яғни мына жерде 720 деп тұр. Көргеніңіздей бұл да 720 болады. Енді біздің деген осын шығарып беретін бір код жазуымыз керек. Бұл кодты жазу үшін болса, баста input қолданамыз, білесіздер. Оқушылар қазір мына жерде мен алып тастаймын. Маған керек болған үшін қолданып тұрмын. Біраздан кодтардың барлығын жазып болған кезінде алып тастаймын. A тең не болады? Int input болады. Int input болады. Ondan кейін біз не деуіміз керек? For I in range қаншаға дейін? 1-ден бастап, білесіздер, A қосу 1-ге дейін болып кетеді. Себебі A-ның өзін қосу үшін оған 1 көбейтіп беруіміз керек. A қосу 1. Және 1-1-ден көбею керек. Ondan кейін тең қос нүкте қойғаннан кейін төменде біздің результатымыз болу керек. Результат болу үшін оқушылар бізге тағы бір variable керек. Онда деген біз деген жаңа бір variable шығаруымыз керек. Алдыңғы сабақта да есіңізде болса, мысалы барлық санның қосындысын тапқан кезде мен мысалы b тең 0 дегендей бір variable, бір айнымалы жазған едім. Бұл жерде де солай b тең 1 деп беремін оқушылар. Неге? Себебі 0 деп берсем тек қана маған 0 шығып тұрады. Бұл жерде 1 деп беруім керек. Себебі сіз қай санды болса да 1-ге көбейтсеңіз, ол санның өзі шығады. Енді бұл жерде b тең не болады? b көбейту i болады. b көбейту i болады. Яғни i'міз біздің 1-ден бастайды. Та деген a-ның өзіне дейін болады. Төменде болса тек қана print b деп берейін. Енді бұны сақтаймын. Сақтамасына мұнан кетіп тастайын. Енді сақтаймыз, жүргіземіз. Енді оқушылар мен 3 деп берген кезімде 6 шықты. Тағы бір рет жүргіземін, 6 деп беремін. Бұл кезде көргеніңізде маған 720 шығып тұр. Оқушылар, бірақ бұл жерде бір нәрсеге мән беруіміз керек. Біз мысалы 0 деп берсек, 1 шығу керек. Себебі 0 факториал 0-ға тең емес, 1-ге тең. Осын ұмытпаңыздар. Біздің деген кодымызда да бұл дұрыс шығып тұр. Жалпы деген осымен деген жалпы кодымыз деген қысқаша бітті. Бірақ мен сізге ыңғайлы болу үшін мына жерге тағы бір print функциясы жазамын.
Bu print funksiyasında ne boladı? Bu print funksiyasında oquvchilar i tür köbeytүү belgisi, ondan keyin b tür tenglik belgisi, tür b köbeytүү i dep yazam. B köbeytүү i. Bulayıncha aytganda oquvchilar, mana жерде болуп турган процессти men sizga print funksiyasi menen ko'rsatemin. Her bir деген, her bir stepte ne bolup turganini mana kodдун өзү көрсөтөдү. Бул үчүн kodду мына жерге kodstrain ордуна endi сактаймын. Endi Ctrl Alt N'ге bassam kezimde men misalı 6 dep yazsam, көргөнүңүздөй бasta 1 köbeytүү 1, ondan keyin 2 köbeytүү 1, 3 köbeytүү 2, 4 köbeytүү 6, 5 köbeytүү 24, 6 köbeytүү 120, yani en sonunda 720 çıktı. Buna жерде i'ni көргөнүңүздөй окуучулар, i er retinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 dep bizge berip tur. Al ikinci деген, ikinci 1 çıkıp turan, nemesi keyin 6 çıkıp ketken. Bul okуучулар bizdin b. B деген aynamalımız. B деген aynamalımız basta 1 bolan üçün mına жерде de 1, 2 bolan üçün tömende 2, mına жерде 6 bolan üçün mına жерге de 6'ны koldangan. Yani süttür er retinde köbeytip ketedi. Okuşlar, mening sizge деген tapsırmam, mening oyumşa olsun деген while'ды koldanıp çıkarıp görüңüzler. Däl осы kod, däl осы rezultatты berүү керек. While meni çıgarууга tırsyp görüңüzler. Suraqlarınız bolsa tömenge жазып kaldırыңız. Sag bolуңуздар.